кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Шәкәрім Құдайбердіұлы абай бағытын ұстанды. Шашылғанда, көкжиек пен көкжиек қосылғанда, махаббаттан іздедім сағыныштан, арманымнан іздедім алып ұшқан. Ол ақынның білімсіз бишарасы, айтушы тыңдаушы мен көбі надан. Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы, әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйет мысал келтірасы, қисының ең қызықты болмасы сөз, неге айтсын пайғамбар мен оның алласы, мешіттің құтпа оқыған. Сәттілік барлықтарыңызға. Жүрегім, тілегім, шын менен мақұл. Ақыл үшін құрбан барлығым, анық ұқсам жарлығым. Налындым, жалындым, ойымдаш дертімді бас. Рахым етіп мен аяп, барма еркім, сол Жасыратын сырым жоқ, айтпай арам безімді. Жалғыз мені іздеме қой, мені көрге сені көр. Сен демессің менен зор, дәл мен деп біл өзімді. Адамның бәрін елесем, аламын деп ірісі, бәр өтеді әр қарай, сенге соны. Ақыл үшін құрбан барлығым, анықсам жарлығым. Налындым, жалындым, шиені шеш, еркім емін тап, ойынды аш, дерттім бас, жазамды кеш. Рахым етіп, мені аяп, барма еркім, сол дертім. Таң қаларсың, ойға салсаң, қар жасаған шытырасың, жаралыстан ғибрат алсаң, болар едің ой құмар. Неше түрлі гүл жапырақ, әр біреуін қолына ал, құры көріп қойма бірақ, онда не бар ойға сал. Ғылымсыз адам айуан, не қылсаң да ғылым біл, ғылымға да керек жан, ақылсыз болса ғылым тұл, ақылға еркін ой керек, матылдан ойда азат қыл, әдептеніп ертерек, өрсін кеңін шылмашыл, 40 жасымда ойладым. Сахна шыға ғой, сахна, Мұхаммед Ali. Хасен Айсауле, қошеметтеп қойыңыздар. Осылбек Айшаны құттықтап қояйық. Жарайсың. Қошеметтеп қойыңыздар, құттықтап.